Бисмилля, қалтаңыз қалай? Мен бүгін осындай үйде қатып қалған наннан кепкен нан ұнтағын жасайтын боламын. Сіздерде осындай нан болса, сіздер тастауға асықпаңыздар. Мен осыны қазір түйіркінің кішкентай көзімен өткізіп, барлығын өткізіп аламын да, содан кейін барып духовкаға кептіріп алатын боламын. Егер де үйлеріңізге қонақ келетін болса, сіздерде осылай алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Дүкеннің кепкен нан ұнтағынан кем емес, өте керемет болып шығады. Жасау жолы да өте қарапайым, оңай, тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және де менің видеома өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар. Міне менің өткізгенім осылай өте кішкентай болып өткізілді, өте керемет болды. Барлығын жақсылап осылай өткізіп аламын, сосын духовкаға 10-15 минут аралығында кептіріп аламын. Міне менің сухарим дайын болып қалды. Тез дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар.